Қайырлы кеш, достар. Күшті музыкамен басталды ма? Сонымен бүгін еркін талқы. Мынандай нәрсе бар. Қазір айтам, кішкене жиналсын азаматтар. Видео сақталады, ютубқа салынады. Ютубтағы азаматтар тыңдап астынан пікірлерін жазасыздар. Бұлай нәрсе. Өмірде жарайды өшірек. Осы уақыт көші менің видеоларымды көріп жүрсіздер, менде ешқашан бір тоқтау деген нәрсе болған емес. Чисті корабль сияқты, мынау әлемді бір түрлі үлкен бір тынық мұхит сияқты ма, немесе бір кең бір сондай мұхит реальность сияқты елестетемін да. Сөйтіп сол реальностьта өзіңнің кораблыңмен үздіксіз алдыға қарай жылжи беру мәселесі бүгін. Көп жағдайда адамдар кейде торығады, кейде өкінеді, кейде бір кезде бірдемен дұрыс істемедім ба, ана шешімді дұрыс қабылдамай қалдым ба, мына шешімді дұрыс қабылдамай қалдым ба деген түрші нәрсемен тормыз беріп, неше түрлі ойлы соқты болып жүресіңдер. Өмір өзі қысқа ғана, итақта. Оны біз анаумен мынаумен толтыратын болсақ, оны ашып тұмталақай шығып, дымы қалмай қалады. Бізге не істеу керек? Әрбір қабылданған бұрынғы шешімге қуану керек. Бұл ақыл емес, бұл моралды оқып атқан жоқпын сіздер. Бұл солай нәрсе да. Бір кезде шешімдер қабылдадың, конкретен шешімдер. Адамдардың барлығы шешім қабылдай алмайды. Шешім қабылдау үшін нақты біреудің подтверждениесін сұрайды. Біреудің өту керек, миынан өте алмай жүреді да. Саған керек па? Баратын жеріне барасың, шешім қабылдайсың, алатын нәрсені аласың. Короче, адам тәуекелшілік ете алмайды, соны істеп тастау керексің ғой, короче, болды. Ары қарай қалды ол артта. Біз алдыға қарай өтіп кетеміз. Мен осы курстерімді айтып жатырмыз азаматтарға. Адам деген кейде тар матрицаға түсіп қалған кезде, адамның санасы тар матрицаға түскен кезде, ол бұлқынып анау реалдыққа қарай береді. Болмай жатыр ғой, айтпайды ғой, битпей жатыр ғой, мінекей. Мен негіз дұрыс шешім қабылдамаған сияқтымын деген сияқты болуы мүмкін. Міне мен қарызда жүрмін, немесе мен енді ол әлемде көп азаматтар бизнес тоқтап қалды, немесе сүйіктім тастап кетті, айтты битті дейтіндер, сөйтіп жылап тастап. Негіз қайтадан кешірім сұрап бару керек пе еді, шығысып алу керек пе еді деген сияқты. Таңба орылды, пешет алдыға жүр, бітті. Көрдің ба, алдыда одан да қызық дүниелер бар. Бұл өмір деген нәрсе. Өмір деген дүниеге серьезно қарау керек шын мәнінде. Өйткені кетіп барады. Сен де жүру керексің. Бір күн діңкең сен де мәңгілік емессің. Өзіңнің мәңгілік емес екенін түсіну керек. Сондай бір бұны тәуекелшілік деуге болады, десе де бұл басқа келген кезде, адамның басына түскен кезде адамдар қымбат қап қойыптық деп, көп нәрселерді өкініп жатыр. Өтіп кеткеннен кейін айту керек еді, бұны бите салайық па негізде. Алдыға жүресің. Бұл жерде осындай адамды осылай артқа тартатын дүниеде өте үлкен бұл фильтрдің тұрғандығынан хабар береді. Фильтр деген адамның санасы екі нәрсеге бөлінеді ғой. Молшылық сана және қажетсіну. Қажетсіну санасында тұрған кезде, қажетсіну санасының фильтрі молшылық сананың фильтрін кіргізбейді. Сен молшылық өте алмайды санаң. Адамның санасы мына санада мына санасы өте алмайды. Молшылықта жоқсың сен. Өйткені фильтр тұр. Түсіну керек, бұл жерде фильтр бар. Демек, не істеу керек? Бұндай жағдайда өткен әрбір қабылданған шешімдеріңе өзіңе алғыс айтып қуану керексің. Жазсаң да болады негізінен. Дұрыс шешім қабылдадың, дәлше алдыға жүру керек алдыға. Енді жалпы
не десек болады, сіздер өздеріңіз қазір мені сөйлетіп қойып отыра бермейсіздер, кішкене сөйлеңіздер. Мен де ойыма келсе, мынау сіздермен қарым-қатынаста болып жақсы айтамын да, әйтпесе ананы мынаны теріп алып келген дұрыс өтпей қалуы мүмкін. Айттым, өткен шешімдерің дұрыс, алдыға жүру керек. Алдыға дәлш. Адамның сарайы, көкейі, жан дүниесі жасарады, сен үздіксіз жақсы шешімдерді қабылдап, үздіксіз реформатор ретінде. Реформатор деген нәрсе жақсы сөз негізі, реформатор. Реформатор деген басқа нәрсемен күресу емес. Бұл реформатор деген не? Реформа жасау. Біз үздіксіз кеңею дегенді білдіреді. Үздіксіз ірге кеңейту, үздіксіз алқу, үздіксіз жақсы нәрселер жасау деген сияқты да. Кеш-кешен бір жерде тұрып қалмай, үздіксіз алдыға ұмтыла беру керек. Кез келген адамның фильтрі белгі бір деңгейге барып тоқтап қалады ол. Матрица бітеді. Кислород бітеді. Кислород біткеннен кейін адамдар қайтеді, ары қарай жүргісі келмейді, өмірі депрессия, сосын қай-қайда қаңғу, анаған бару, мынаған бару, өмірді жарайды, бір-екі рет көрдің, бірақ сен одан да күшті формулалар бар ғой. Адамның ойы еще сасын, мынау санасы матрица. Тар матрицаны кең матрица баса береді. Сен санаң ұлғайған сайын тар матрица өмір сүруің қиын болады. Сен тар матрицада тар ойды шеңберінде жаңағыдай тар бір әңгімелерді айтсаң, өзің қылқынып, демаламай, тынысың тарылып, өзіңнен өзің құсаланып өле бастайсың. Түсіндір ме? Бұл өте маңызды нәрсе. Сондықтан кең матрицаға кеңею өте маңызды. Түсіндір ме? Тоқтамау керек, алдыға жылжу керек. Сосын тағы мынандай нәрсе бар. Бағана біреулер айтып жатыр, оны атын атамай ақ қояйын. Бір жағдайлар болған екен. Адамдар кейде проблеманы жасап, проблема жасайды. Сөйтіп барып, бір немесінен айырылып, сосын барып хабарласады маған. Мен айтты, не үшін ол үйтті десем айтады. Менің бай кеткенімді қаламай тұрған шығар деген сияқты әңгіме айтып отыр. Вот, осы сөзден сен сенің әлеміңде, қораңда сондай бір жын шайтан бар. Біреу менің байғанымды қаламайды деген. Мәселен, мен қаншама жылдан эфир жүргізем, ондай планета жоқ менде. Мен шектеймін деген адамның өзі шектеліп қалады өзін айтып. Сондықтан мен шектеймін деп әуре болмай, уже мен толқының кең, сондықтан адамдар мені жақсы көреді, адамдар менің байғанымды қалайды, адамдар менімен үндес, адамдар менімен бірге деген танымда өмір сүруге. Ол айтады, ол менің именно сол ойдың кесірінен ол соны мәтілізесі жасап тұр. Сөйтетті, мәшінемді алып кетті, бір білемді етті, заводымды тоқтатып тастады деді. Неге десем, менің байғанымды қаламай тұрған шығар шыштар. Олай болмайды. Не айтсаңыз да үнсіз тербеліс толқын дейді. Осы Гаухар өте бір үлкен философ болып жатыр осы ханымша. Философиялық шеңберден шыға алмай жүр бұл кісі. Философ ол, сұмдық ойланады енді. Ойланбау керек, әрекет жасау. Мен сондықтан адамдарға айтамын ғой. Мен сендердің сөздеріңді түсінбеймін, іс-әрекеттеріңді түсінемін. Іс-әрекетпен еткен кезде нақты шешім, алым, берім, үлкен матрица, үздіксіз кеңею мәселесі. Біз курсымыз жалғастырып жатырмыз. Курске қатысам деген азаматтар, білмеймін, қанша бірер күн қалды, еще мен тағы курс ұйымдастырамын. Сөйтеміз да біз тоқтамаймыз. Ешқашан тоқтау жағынан. Сіздер де кейде осындай күрес тағы бір емес істеген кезде біреумен адамның санасы санасады. Мына жерде тағы бір нәрсе бар. Мен ешкімге дәлдеуден аулақпын жалпы. Мен біреуге өзіме дәлдеп шаршамай, морал оқымай, айтып кете берем, болды. Ол халас. Өйткені біз ол реалдықта бармыз. Куда дейінсіз. Ол реалдық болған, сол реалдықта бармыз. Десе де бұл жерде адамдар өзінің өміріне жауапкершілікпен қарау керек. Жақсы, енді сіздер де сөйлеп отырыңыздар. Сіздерде де кішкене миы бар ғой. Не істеп жатсыздар? Қайдансыздар? Бүгін жұма, ертең демалыс істеп жатсыздар ма? Көктем шығып әдемі болып жатыр. Жапырақтар ашып, біздің есігін алып, жасарып. Сұрақтар болса, конкретті сұрақтарды етейік. Сосын идея, ой, таным мәселесі, сіздер кейде өздеріңізді сырттан бақылау керек адам. Бақылау керек та, мен дамушы матрицам ба, жоқ, какой-то бір ізденуші, іздеп жүрген матрицасым. Неше түрлі да?
адам жауапкершілікті қолға алып матрицаны алдыға қайырып тоспай кете бересің, сол кезде жақсы өсесіңдер. Вот. Басқа тағы не айтамын? Мен көп нәрсе айттым, мен оның барлығын. Менің жалпы кейде айтамын, біреулер топ бір кездескенде әңгіме айтамын, менің осы болмысымның өзі әңгіме ғой деп айтамын да. Бұл бір манипуляторлық сөз емес. Әңгіме айтып жатыр ғой. Болмыстың өзінен осының өзін түсіну, осының өзін сезіну, бұл энергетика жалпы. Ол деңгейге барасың, миларың кете береді. Что дальше деген нәрсе бар. Кейде бір азаматтардың көбінде жоғалтудан қорқу программасы болғаннан кейін қайтеді бір нәрсені ұстап қалады да. Керісінше мен оны шексіз ұлғайтамын, шексіз көбейтемін. Что дальше? Тағы не болады? Деген сияқты позитивке қарай өту керексіздер. Егер позитивке қарай өтпейтін болсаң, сенің ішінде тар матрицаға түсесің да, үнемі сен қандай да бір өзіңнің миыңдағы бір фильтр байлықтың шеңберінде қалып қаласыңдар. Түсіндір ме? Көп нәрсе сосын дене, адамның денесі байлыққа қандай да бір байлыққа болсын, өйткені ол мектепте үйреткен жоқ ондай нәрсені. Байлыққа байланысты адамның денесі, әлемі, психологиясы, сезімдері қандай да бір реакцияға түседі. Оны қарапайым түсіндірсек, бұрындары мен өмірімде ең бірінші көліктерім 2 литрлік көлік, объем 2 ғой, 5 мың теңге, 3 мың теңге бензин құйып қоясың, болды, жүре береді. Кейін үлкен машина алғаннан кейін оның кәдімгідей 15 мың, 20 мың құядым болдың аптасына. Сол кезде кішкене дискомфорт сезініп басың, өйткені сен фильтрің жыртылып жатыр ғой. Фильтріңді жыртады бәлеш. Вот сол көрді бе осындай состояниеда. И сосын жаңағы не мәселесінде тоже. Кварплат мәселесінде. Басында кварплатқа қанша? 20 мың, 30 мың төлесең, кейін 300 мың, 250 мыңға үшін кварплат төлейтін, $1000 үшін кварплат төлейтін деңгейге шыққан кезде әшім кәдімгі жыртылып кетесің. Түсіндіріп? И осындай дүние. Сосын тағы бір айтайын деген нәрсе. Сіздер күнделікті өмірде, магазинде, сосын супермаркетте немесе жол жөнекей анау-мынау бірдеме алған кезде мынандай нәрсені айтыңдар. Ақша менің досым, ол маған өзінің достарын ертіп алып келеді деген сияқты. Сендер кез келген платеж жасаған Каспиймен болсын, анау-мынау айтып жүріңдер. Ақша менің досым, вот жібересің да, сонда ақшаны потогын еркіне жіберіп, сөйтіп қайтесіңдер, қиналмайды. Айтпаса адамдар үздіксіз осы жасқа өшкен қанша 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл сіздер ақша алым берім болғаннан кейін адамда бір түрлі әдет қалыптасып қалады. Раздражение бір түрлі уайым. И немесе бір түрлі қайғы дейміз ба, көзге көрінбейтін. Осы бір ақша бәле болды, осы деп. Өйткені сенде үнемі әлі ақша тауысып қалмаса, сондай нәрсеге ұрынып адамның санасында сондай жазылады кодтарында. Бұны мен қарапайым таңертең айтам, таңертең ұйқыдан тұрған кезде көп адамдар сотка шұқылап қараймыз ғой, сол кезде сенің миың стресстік күйге түседі. Адамның миы стресстік күйге, сондықтан таңертең сотканы қарамауға тырысу. Әдеттерді өзгертіп тастайсың да, көресің. Айналып келген кезде адамның өмірі әдеттерден құралады. Әдеттер трансформация жасап, әдеттермен істейсіңдер. И сосын тағы не айтамыз? Жалпы көне версия, жаңа версияны айттық. Кейде бір адамдар айтады мағаншы, мені пайдаланып, неше әркімнің ойында бір өзіне ұнамайтын бір нелер бар ғой, мен айтамын. Ол сенің матрица, көне матрица. Ескі образ. Ескі образды сен контроль жасап тұрсың, соның ойларымен өмір сүріп жатсың. Түсіндір ме? Оның ойларымен өмір сүріп жатсың. Соның кесірінен саған не болады? Жаңағыдай біреу пайдаланып кетті, немесе біреу уәде беріп орындамай кетті. Көне версияда болады, жаңа версияда ол болмайды. Жаңа версияда вайымдамайсың. Жаңа версияда я толыққанды жоқ деген сөз бар. Я деді ме, ол орындалады. Вайымдама. Кішкене уақыт бер, напрягать етпе ол адамды. Сондықтан сіздер жаңа версияда сөзден секіру, ол адамдар кеш бағана біреуді көріп жатырмын. Адамдар алдау туралы психологиялық енді біреуді тәпсірлеу ғой.
жалпы адамның жеке бір несін психологиялық қасиетін сипаттау ол берекет бермейді, ол көне версияның әңгімесі. Көне версия дейсің, жаңа версияда сен молшылыққа, что даже келесі молшылық санада, келесі деңгейде сенің санаң, денең реалдықты, молшылық санаға кіріп бара жатсың да сен. Өйткені былайша айтқанда былай ғой, молшылық санаға кіру деген, молшылық әлемге кіру деген нәрсе қалай? Мысал, адамның денесі антенна сияқты, біз байлық алыста, қандай да бір километр ма, немесе бір метр ма, немесе саған жақындап жатыр. Саған жақындап келе жатыр, ол реакция болып. Космоста, кеңістікте сондай реалдықтар өзі шыны сияқты саған жақындайды. Сенің жаның сезеді. Өйткені сенің байлығыңнан, сенің молшылығыңнан саған сәулелер келіп жатыр. Бірінші сәуле келеді. Сәуле деген толқын, кванттық поле деген сияқты. Сенің жаның оны сезеді. Сенің жаныңда толқын. Демек, ананы сен әлі көрмесең де ал, сен оның энергетикалық күйін білесің да, сөйтіп сенде қайтеді неше түрлі ойын ойнайды денең. Сен құсқың келуі мүмкін, басың айналуы мүмкін, негатив жағынан, ашуың келуі мүмкін, тұтығуы мүмкін, соғысуы мүмкін, быт-шыт болуы. Екінші жағынан сенде шаршауы мүмкін, босауы мүмкін. Сондықтан адамның санасы молшылықтың келе жатқанынан адам денесі бірінші хабар алады. Түсіндір ме? Бұл көзге көрінбейтін әлем, көзге көрінбейтін дүниеде сөйтіп өздерін кете берсін. Десе де адамның саналары сонша жылдары өте қиын өмірлерді сүргеннен кейін, балалық шағын қиын болғандық себебінен адам токсичный болып кетеді. Көп адамдар, мен сендерге айтайын, сендер эфирдің ар жағында әрең отырсыңдар, саусақтарың ие болып. Шын мәнінде сендер айналаңды кейде жапырып жібересіңдер, айналаларыңа кейде радиация таратасыңдар. Сөздерің у сияқты. Раздражение, адамның жанын қинайды. Адам өзі токсичный болып кеткен байқамайды. Кейде қарау керек, мен қалаймын. Мен мягкий, жұмсақпын ба, жоқ токсичный, жұлып тұрмын ба, жұлынып тұрмын ба деген сияқты. Сондай денеде болса, адамның денелері әртүрлі болады. Парадокс, адамдардың негізі парадокс. Солардың молшылыққа деген реакциясы, молшылыққа деген бір қарым-қатынасы әртүрлі. Түсіндір ме? Бұл өте қызық нәрсе. Мен сөйлеп болдым негізінен. Мәселен, кейде өздеріңіз көріп жатсыздар, интернетте, ютубта, телеграм, тикток жақсы болды. Кейбір адамдарға сыйлық береді ғой. Балалары, туысқан, анау деген өмірінде ондай сыйлық алмаған, бірақ ана жерде қуанып, жылап, біртүрлі болып, қабылдай алмай, жаман сезімде болады, түсіндір ме? Шын мәнінде мен бұны айтқам, өйткені ол адам өмірінде ондай сыйлық алу үйренудің өзі де кәдімгі не? Сыйлық алу, беру деген нәрсе, маңызды нәрсе. Мен бір кезде айтқам, былтырма арақ программасы бойынша ішіңдер және байыңдар дегенде, неге адамдар именно арақты негізде ішеді? Жаңағы бір табысқа жеткен кезде, тойлаған кезде, немесе машина алған, бір жаңалық, жақсылық, бір изобилие ғой, бір байлық. Сол кезде адам қайтеді, бірден спиртке ұрынады. Сол кездерді тойлайды. Бұл қалыптасқан, қарасаң, той томалақты арақ ішіледі, басқа. Именно күнде арақ көрмей жүргенде. Именно сол кезде ғана рұқсат бере алады да. Немесе шетелге шыққан кезде жаңағыдай бір жерге барып тұра алады да, сол жерде жатып алып, бір апта ішеді кәдімгі, басады кәдімгі. Өйткені арақ сондай бір керемет дүние емес, десе де адам арақ ішкен кезде дене босайды. Дененің реакциясы ғой байлыққа. Бұл ішіңдер және байыңдар деген әңгіме содан шыққан. Бұл өте үлкен пәлсапа, ішіңдер және байыңдар. Себебі мен ішу деген нәрсені ол өзі күтпеген жоқпын. Ол ақталмай ақ қояйыншы, түсіндірмей ақ қояйын. Ол сондай программа өзі. Кейбір адамдар ішудің өзі алкоголизм аржанда уғы. Адам денені улау керек. Дене үшін спирт тамақ. Дене үшін спирт негізі тамақ. Ол тамақ ретінде біледі, бірақ қайдан улап қалатынын білмейді. Дененің сондай да өзінің функциясы. Жалпы біз бағана мен мынау нені көріп жатырмын. Американың зерттеулері жақсы. Дененің тілі деген. Адамның денесінің тілі қалай болады, соны дененің тілі деген нәрсе бар ғой. Ол деген реакция негізі. Сенің біз деген материямыз ғой.
танысқан кезде, сөйлескен кезде, сахнада тұрған кезде, бір-бірімен ерлі зайыпты болып жүрген кезде соның бәрі сырттан қарап, мимикасын қарап зерттеп жатыр да, дене қалай әсер етеді. Шынымен мен сендерге айтайын, мен бұған бұрындар мән бермейтін. Кейін уақыт өте келе мен түсіндім, бұл әлемде бізді мен кейде мына бір дәрсе өте үлкен бомба болған. Қазір мен сендерге қайтып айтайын. Google-ға кірсеңдер болады, visible light деп айтсам, visible көзге көрінетін жарықтар деп айтсаңдар. Негізі физика мықты ғылым ғой. Visible light десеңдер, мен жерде шығып тұр. Мен енді visible орысша не дейді екен? Орысшасын айта салайын, сендер visible деп жазамайсаңдар, орысша жазсаңдар болады. Сөйтесіңдер да, ол физикада өте мықты нәрсе бұл. Соның әзір мен түсіндіремін концепциясы жестко. Видимая светная волна деп видимая светная волна. Короче, көзге көрінетін жарық толқындары деп жазсаңдар, сөз шығады. Сөйтіп қарайсыңдар да, көресің, спектр толқындарды қарайды мінеки. Міне біреуді қарайық. Frequency дейді, толқынның, жарықтың негізі өткен біздің жанымыз, біздің миымыз, біздің сөзіміз, біздің болмысымыз осы заңдарға бағынады. Біз жарық толқындарын шығарамыз. Мен сіздерге айтайын, әр қайсыларыңыз өздеріңізге тиесілі бір толқындарды шығарасыздар. Әтеш қоқ деп шығарса, мал, сиырлар мөңіресе, әр нәрсе өзінің дауыстарын шығарады, әр түрлі да. Енді мен сіздерге айтайын. Видимая светная волнаны көресіңдер, сөйтесіңдер, қараңдар үшін айтқым келгені. Біздің көзіміз какой-то 400 нанометрден 780 нанометр арасында жарық толқындар көріп. Оғанға дейін толқындар бар ғой. Нөлдік толқындық деңгейден көте береді да, толқын жиілігін етсең бүйтіп, біз ести алмайтын нәрсені басқалар естиді. Біз еске алмайтын еске қояды. Енді қараңдар, бұл жерде айтқым келген оны түсінікті. Демек, біздің өзіміздің мынау әлемде бір неміз бар, диапазонымыз бар. Белгі бір. Біздің температурамыз, денеміздің температурасы 37 Цельсий градус деген сияқты. Біз одан 40-50 болсақ, біз өліп қаламыз. Точно солай ғой. Біз өзіміз биологиялық орган екенде өзіміз дейді, білейін осылай. Ондай болса, осы жерде қазір біз белгілі толқындарды көреміз дедік. Енді қараңдар. Әр адамдар байлықтың да өзінің толқыны болады. Сенің тағы бір версияң бар. Ол бай, миллиардер, немесе молшыл санада жүрген жақсы. Сау денелі, көңілді. Сенің сол кездегі толқының бар. Сенің қазіргі толқының мына толқынға қарай трансформациялап жақындалу керексің. ДНК-ларың өзгереді, бірдемең өзгереді, гормоның өзгереді, сөйтіп сен қайтесің? Бірте жақындайсың. Адамдар ойлайды, қараңдар. Соған мынандай сөз шыққан ғой. Кедейге, бомышқа барып бір шамадан ақша берсең ертең бәрі кедей болады. Әрине, өйткені оның төмен толқында жүр. Ол байлық толқынынан алшақ. Байлық толқынынан алшақ адамға байлықты берсең бәрі шашып тастайды. Солай ғой, өйткені оған ол шашып тастайын деп шашып жатқан жоқ. Ол анау байлықпен дұрыс гармонияда бола алмайды, тебіліп кетеді былайша айтқан кезде. Түсіндіңдер ме? Бағана айтайын деген сөзім бұдан да маңызды еді. Біздің енді қараңдар, енді біз содан көретін жарығымыз соншалық. Енді мен әзір сөйлеп тұрған ойлау диапазоным деген бар. Ойлау, менің миымның жұмыс жасау диапазоны. Ол айтады ғой бір адамдар, мынау көреген, алысты көреді. Мынау адам білмейтін нәрсем. Өйткені оның сезімталдығы, оның антеннасы, оның өткірлігі сонда жетілген, сондай адамдар бар. Ол көріп қояды. Оның диапазоны сенен кеңірек жерді көріп тұр. Сол сияқты адамның санасы, бәріміз белгілі бір диапазонда жұмыс жасаймыз. Десе де біз осыны кеңейте аламыз. Сол арқылы біз өзіміздің әлі де байқалмаған мүмкіндіктерімізді ашып кете аламыз. Әңгіме сонда. Енді осы біз өзімізге, о кезде сен бұрын көрмеген, денең өміріңде байқамаған, сен материяға ие болыпсың, жаның сенің денеңе байланған, сенде өзгеріс болып жатыр. Адамның денесінде өзгеріс, жанында өзгеріс болғанда, адамның жанында бір жағымсыз бір чувстволар болады. Жағымсыз. Ол құтты сенімсіздікке ұқсайды, кейде жадынсыздыққа ұқсайды, кейде қорқынышқа ұқсайды, сезімдер.
ол бір толқындар ішінде әр жерінде. Бірақ ол временный нәрсе. Адамдар именно осыған басымдылықты қатты беріп жүреді. Шошып кетеді. Шошып кеттім, ойбай, қорқып тұрмын, сенбей тұрмын дейді да. Сөйтіп байлықтан да қашады. Өйткені оның санасы, оның жаңағы диапазонында, мынандай басқа диапазонда оның санасы жұмыс жасап көрмеген. Сондықтан ода жаңағыдай сезімдердің болатыны табиғилық. Түсіндір ме? Табиғилық. Қорқыныш сезімнің, сенімсіздік сезімнің, жаман сезімнің болуы табиғилық. Бірақ ол ұзақ уақыт баяндап тұра алмайды. Сен біраз уақыттан байлыққа үйренгеннен кейін бұл автоматты өзінен кетіп қалады. Өкінішке орай адамдар екі нәрсенің үлесі, адамның миы екі нәрсені көбірек жасайды. Жаман, негативті жасайсаң, сен дамыта бересің. Кейбіреу соны дамыта береді, жау көреді, елді пайда көз көреді. Мен айтам, оның таңнан кешке шейін ойлайтыны жауыздық, жамандық, елдер туралы берекетсіздік ойлай береді. Сөйтеді, өзінің бүкіл гормоны солай болып қалады, бұзылады. Сол уақытта еще оның возможность бар ғой, таңнан кешке шейін тек қана молшылық, жақсылықты ойлай беруге. Солай ғой. Демек, кейде біз өзімізді дұрыс басқармасақ, біз сондай нәрсені өзіміз денемізде түрлі ауруларды жасайды. Адамдар ауырдық, айттық бейді. Бұл аурудың өзінен ұялмайды болған. Адам ауырған кезде ұялу керек шынымен. Ауру деген ұят нәрсе депті. Намыс ол. Позор. Вот ауру деген позор деп жазыңдар. Ауру позор, намыс, ұят. Біз біреу ауырса, норма ол, норма болып кеткен. Ол ауру деген кәдімгі измене сияқты қарау керек ауруға. Түсіндір ма? Адамдар денесі ауыраны, демек кейде грипп болып, бірнеме болды, норма деп. Норма болып кеткен. Өйткені медицина солай болып кетті, дәрігерлік, докторхана көп әзір. Екі көшені аттасаң, бүкіл барлық жерде аптека қаптаған заман. Бұрындар ондай жоқ еді ғой. Дәрінің өзіне қол жеткізу үшін. Сондықтан адамдар дәрі барған сайын сен есігің алдына кел, адамдар ауыра береді да. Ауру ол ауру деген адамның байлыққа, жақсылыққа болған дененің реакциясы ғана бұл. Мұрнынан су ағып кетеді кейде. Ол реакция болып жатыр. Мен одан өткен адам. Мен лишний мына бас, мына шаш, мына қас, мына бет, тіс, жақ сүйек, бүкіл дене, көтеріме көшен, бүкіл башбақайыма көшен өткен адам. Сонда ойлаймын, мына не болып жатыр деп. Кейін түсіндім, мен оңайшылықпен көп ауырмаймын. Анда-мында тамақ етеді, ол тамақтың өзін түсіндік. Өйткені бұл трансформация. Адамдар болды, қартайғанда көресің дейді. Қартайғанда көрсек, сол қартайғанда сіз екеміз, сіз барсыз ба, сол кезде сөйлесем жарайды. Көрдің бе, негатив тоже. Қартайғанда көресің, сен ауру керексің деп тұр ғой маған. Сен ауырмаймын. Көзім жұмылғанша ауырмай өліп кетемін, қайтесің, не істейсің? Ауру менің әлемде жоқ. Ешкімге дәлелдемеймін. Өлсем де ауырмай өлем. Адам ауырмай өлу керек әкесінде. Түсіндің бе? Сондықтан адамдардың бәрі қартайсақ, оның бәрі отмазка керек. Түсіндіңіз бе? Мен біреуді етіп жатқан жоқпын, дәлелдемеймін. Өйткені адам оған дәл тиіп тұру, жанны дәл. Бұл ауру адамдардың бүйтіп қала беру, айтып қала беруі, бұл айттым ғой, дененің байлыққа болған қарым-қатынасы деп түсіндіңдер. Болды. Ол ешқандай нәрсе жоқ. Миға жазып алған. Ауру, кез келген ауру, бас ауру болсын, грижа болсын, кез келген денені мен айтқам. Ауырмаудың бір ғана жолы бар деп айтқам өзгесінде. Ол шексіз байып кету. Бол байи беру керек. Бол басқа вариант жоқ. Сол кезде жеткізбейсің ғана қанша. Бірақ анда-мұнда трансформация болатындығы нормально. Ол бір-екі күнде өтіп кетеді. Трансформация болады. Түсіндір ғой, мен құпияны аштым. Бірақ бұл көне версияда болады, жаңа версияда жоқ. Жаңа версияңда сенде мүлдем басқаша. Түсіндір ғой. Жалпы адам ғылымды, ілімді білген кезде кейде біз байлықтың келе жатқанына деген, немесе байлық әлеміне кіріп бара жатқан кезде кейбіреулер соғысады. Сосын кейбір семьяларда дау-дамай, соғыс, жанжал шығып кетеді. Шынымен ол үлкен байлықтың белгісі негізі. Адамдар, мен оны бұрындар ететін, енді атын атамай қояйын, бір жағдай болған. Мен Қытайдан келем, бізде ондай жоқ. Біз кішкене кезімізде ет асып, көп молшылықта, той томалақта, күлкіде сондай жақсы өскенбіз. Біз той томалақта жақсы қуаныштап. Кейін о жаққа келем, сол бір адамдар араласып. Именно қонақ шақырады бұлар. Қонақ шақырғанда дастархан жақсылап жасайды, келін жұмсайды. Именно қой сойылған сәтте болды, бұның жыны қозады ғой.
бұның жыны қозады. Айғайлап, шулап, нерві болып. Сөйтіп қонақтар кеткеннен қайтадан басылады. Мен соны бір байқамайдым. Кем бір ойыма сап етті. Мынаның қан көрсе жыны бар екен. Қан көре ма, адамның ма, ол сонда қозады адамдарда. Нервісіз ойнап, өз-өзін контрол жасай алмайды. Кез келген адам мені көріп отқан әрқайсыңыздың іштеріңізде сондай дүние бар. Байлыққа сіздердің реакцияларыңыз бар. Кейде кейбіреу үшін байлық ол сенімсіздік. Байлық туралы әңгіме айтсаң болды, ол былжырай береді, өттірек. Оның мақсаты ақша алу, мына көне дүниеде. Сенің осы ойыңның өзі шектеу емес пе? Біреу үлкен корабльмен кең матрицаны жырып бара жатқан кезде сенің бүйтіп айтуың ұят нәрсе. Сондықтан көп адамдар өздеріңізді білесіңдер, қаншама барлықтеріңізді жасырмай ақ қойыңыздар. Сендерде өте қисық танымдар болды, күмәнданған кездерің болды. Соның артынан да кейін қате ойлап қаптым. Оказывается, мен бүйтіптім. Ой, Париде Карибай, сіз не үшін менің эфирімді қарап жаныңыз шығып жатырсыз? Бөлек кетсеңіз, эфирден шығып, шайыңызды ішіп, зачем мен бірдеме дәлдеп? Сіздің жазғаныңыз маған выгодно, сізге не выгодно? Мен қабылдай берем, принимай уже. Былай нәрсе, сондықтан кез келген психологиялық дененің реакциясы болсын, түрлі сезімдер, бұны адам әптен өзін білген кезде пісіп жетілгісең, сен де уверенный боласың. Сенің әрбір дыбысың, кодтар, ДНК, мына дыбыс толқындарың өзі вибрациясың. Сенің менен шығып жатқан вибрация сенің денеңдегі бүкіл сенімсіздіктің несін жоғалтып жібереді. Сондықтан жаңа версияда алған деген аққадасын. Сондықтан көп жағдайда ауру ол бізге бәрібір. Біраздан кейінше менің лишний жеке басыма біреулердің ауруы, проблемасын айтамын, ол сенің проблема. Сенің проблема. Болды. Әр адам, мен бүкіл адамды құтқара алмаймын ғой. Сондықтан кейде біз қысқа ғұмырымызда шексіз дүниеге үлгіру, шексіз нәрсені барынша көру, шексіз нәрсені, бірақ ол үшін напрягать етпей жету. Түсіндіңдер, напрягать етпей жетіңдер. Сондықтан бүгінгі айтайын деген морал оқудан аулақ мүсек те өз-өзім ескертемін. Морал оқымаймын, морал оқысам ақыл айтқандай болып кетемін. Эгоист деймін ма? Эгоист деген не екені? Короче, Париде Карибай деген ханым бар ғой, бұл менің жақсы клиентім болайын деп тұр. Бұл өзі соған дайындалып жатыр, бұның ДНК-сы. Соған дайындалып өзі етсе, бұл байитын адам. Етпесе, ары қарай өзінің өмірі өзі көреді сосын. Түсіндірме? Сондықтан көп жағдайда бұрындары мынандай жағдай болады. Біз барлығында жақсысыңдар. Сендердің әрқайсыңа мен баймын дейді. Ой, бай болсаң, тіпті де бай болайық. Ол байлықты 10 еселейік. Не ол кішкентай? Бай адам эфирде отырып жазбайды. Демек, бұның ар жағында шикіліктің бар екенін хабар береді. Жақсы, ары қарай жылжимыз. Қандай дүниелерің бар? Рахмет сізге көп жандылар. Тағы қандай нәрселеріңіз бар? Шүкір Алла, өмірге өкпем жоқ дейді. Мен бір нәрсені айтып жүрген бұрыннан. Мен бүкіл видеоларым. Менің миыма келген ең жақсы дүние ол болады. Өйткені ол миыма менің өмірімде болмайды нәрсе келмейді. Адам ойлау керек. Менің миыма келген нәрсе ең жақсы болса, ол күшті болса, ол маған болады. Бірақ оны күтпеу керек. Күтсең ешқашан орындалмайды. Адамдар соған қарай жүру керек. Әрекет. Көп адамдар күтеді ғой, біреу әкеп беремін. Нет, ол заман өтіп кетті. Өз орындалып кететін, оқта жоқта, кездей соқтық болып кететін, оған сенбей қойыңдар. Түсіндір ме? Оған соответственно болу керек. Мен қайсы осы соответственно дейміз ғой, лайықты. Мен қайсы бір жерде отырған кезде, жақсы жерде отырмын негізі. Күшті. Мен оған лайықтымын үшті. Спокойно. Негізі ол маған айналамда біреулер отыр. Мен сол кезде жанымда біреу айтқам. Білесің мамалар, ол айтады да, сіз бай реалдық, изобилие мынау, бірақ мыналарды отыруға танымаймыз демейді. Бұлардың бәрі өздерінің соответственно лайықтымын деп ойлаушылар ғана дейді. Ойлаушылар ғана олар. Ойлайды адамдар. Бірақ оған достойный, недостойный деген нәрсе. Экзаменнен өтесің бе, өтпейсің бе? Университетке
кез келген студент, мектептегі кез келген бала ең керемет университетке өтем деп армандайды. Бірақ оның ішінде экзаменнен өткені бар. Сол сияқты өмірде кішкене өзіңнің жасаған экзамендарыңнан өтесің. Ол қорқыныш нәрсе емес. Ол өмір. Соған соответственно, лайықты, достойны болу керек. Лайықты дегенде, лайықтымын деп ойлаушылар бар, и достойны бар. Ол ДНК-сы. Мәселен, біз темірді болатты қортамыз. Сол кезде соның қортпалардың ішінде неше түрлі қосындылар болады. Құм болады, басқа металдар болады. Соған байланысты темірдің качествосы өзгереді. Темір таза болған сайын жақсы деген сияқты, әртүрлі. Темірлер көп, кім қандай темір, немесе алтындар көп, кім қандай алтын дәрежесіне байланысты. Сол сияқты біздің де санамыз байлыққа байланысты оның өзінің диапазоны болады. Соған шексіз жақындасаң, шексіз сол жаққа кіріп кетесіңдер. Оны түсіну керек, сананың өткірлігі, тереңдігі және соған сенімді бекіту керек мәселе, бекіту. Көп адамдардың айни беретін жаңағы тағы да бір нелерді айтам кейде да. Сенем, сенбейм деген деңгейден асамай жүрген адамдар дофига ғой. Әлі сенем, сенбейм деуден асамай. Ол бір жалған сезім, ол ғасыр аттаған, мың жылдық, миллион жылдан бері адамдар бұл сол сезімнің құрбаны болып келе жатыр. Бірақ біз ол матрицтан кету керекпіз, ол ескі дүние. Біз жасаймыз. Мәселен, екі спортшы сахнаға шықты дейік. Сөйтеді, сен біреудің түріне қарайсың, анаусына қарайсың, өзінше айтасың, анау жеңет дейсің өзінше. Бір сезіміңе берілесің өзінше бір. Бірақ сен жеңет деген жеңіліп қалды. Анау жеңіппейді. Алдыңғы жолы Марсель деген сияқты. Марсельді ешкім анша бір түріне қарап айтпайды, Марсель деп. Ол бірақ достойны еңбектенді, ол ұрды, короче, ұра салды. Түсіндір ме? Айтты ғой, мен әртіс емес бұрамды. Сол сияқты ол жеңгеннен кейін адамдар сол моментте өзгере салады ол. Сенің артында сенем, сенбеймін деп жүрмін. Мынау достойны. Өмірде сондықтан біреулердің мақұлдауы қажет емес сенің бай болу үшін. Сен сүзіп өтесің болды. Мен сондай адам. Сүзіп өтем, танкімен жапырып өтем. Жетсем де жетем, жетпесем де жетем. Ол басқа ход жоқ короче. Түсіндің ба? Жапырып өтіп кетесің. Бұл реалдықта солай. Соған кейбіреу айтады, неше түрлі нәрсе келтіру мүмкін. Причиналарда, аналитика, критика деген нәрсе адамда тоқтамайды ғой. Десең. Бедесің дұрасың, өзіңдікін істейсің ғой. Сондықтан көбінесе мен сабақ өткен кезде, бір білеткен кезде мен айтам. Болады ол. Болмау мүмкін емес. Өйткені сен оны біліп тұрсың. Шыныны тасқа ұрсаң, сынадындығы ақиқат жер шарда. Жер шарда. Түсін ба? Енді сен бір Марсқа барып тас құрып, немесе басқа вакуумдық әлемде барып ұрғанда шағым, ол бәрібір сынады. Қандай да күшасы? Түсіндір ме? Сондықтан өте маңызды нәрсе. Сен білесің, судың 100 градуста қайнайтынын білесің. Тоқтың соғатынын білесің. 220 волттық тоқтың қауіпті екенін білесің. 380 волт одан да қауіпті екенін білесің. Солай ғой, жылан шақса өлетіндігі ақиқат білесің. Ара шақса бетіңіз сендігі. Сол сияқты мен мына жолған өзімнің бағытымда байлықтың бар жоғына конкрет точка қойған жігіт. Түсіндір ме? Бұл бөс емес, бұл сол анау сияқты дүниелер оның бар. Түсіндір ме? Мен қазір білесіңдер ғой, не болады адам? Қандай тағы да? 0 градуста судың мұзға айналатынын білесің деген сияқты. Әлем солай болу керек. Міне сенде сондай деңгейде санаң тұнықтанса болғаны. Жаңа версияда жаңа біреу сұрақ сұрадыңдар, өте маңызды. Жаңа версия деген осы. Бұл жерде ешқандай негативпенен кер дүниеге жол жоқ. Есікте фильтрлеп тастағанбыз ғой, осы ар жақта жүр дейсің. Все, бүгінгі әңгімеміз осымен тамам. Сондықтан мен айтам, кең бір мынау әлемде мен моторыма күш салмай әдемі кетіп бар жатырмыз ба, сондай байыңдар. Сондықтан осы нәрсені айтқым келді. Сана, адамның санасы екі санаға бөлінеді. Изобилие, молшылық санаға өтіп сол жердегі дүниемен кету керек. Бірақ ол бірден келмейді. Мәселен,
Мына сөзді мен айтам. Сен өзің ақша бересің. Қалай миы қатып осыдан бір 5-6 жыл бұрын талай күлдіңдер ғой көттеріңді ашып. Өзің ақша берген не деп. Ол деген новый термин. Мәселен, 100 жыл бұрын, 200 жыл бұрын қысым деген дүниені білмейді адам. Напряжение, қысым, давление, гравитация деген түсінген жоқ олар. Ол оғым жоқ. Ол уақыттың өтуіне қайтты, пайда болды. Әзір білесің, напряжение, тоқтың напряжениесі бар. Судың потенциалы бар, кинетикалық энергия, потенциялық энергия деп көзге көрінбейді, ол бірақ жұмыс жасайды ол бәлекеттер. Сол сияқты өзіңе ақша беру деген ол новый термин сол сияқты. Ол жұмыс жасайды ол келеді, оның уақыты болады. Адамдар өкінішке орай нейрондық связьдардың қаншалық деңгейде жұмыс жасауын білмегеннен кейін сенің дүниеңе түрлі ой айта беретіндігі ол нормальный нәрсе. Ол нормальный явление, қабылдаймыз. Уақыты келеді, ол куда денсе қашып құтыламайды бұдан. Сондықтан бұл өте маңызды. Өзің ақша беру деген дүниені түсіну, соны өткізе алмай миына біреулер. Өйткені сенің нейрондық байланыстарың ғасырлар болып, ата-бабаңнан қисайған, соны дұрыстап бүйтіп майстрон қиын болып тұр ғой, ана ми бағынбай қояды. Оған да кішкене не керек. Жақсы, сонымен өшірден бүгінгі эфиріміз тамам. Сау саламат болыңдар. Тек қана біз ең жақсы реалдықта кездесеміз. Жеке жұмыстар жасаймыз, сеанстар жасаймыз, жаңа версияға өтесің, көне версия тоқталады, кете бересің. Сенде ешқандай эмоциялық не болмайды, бір теңікті ұра бересіңдер. Сол деңгейге жету керек, еңбектену керек. Отырып, қиялдап, бір оқта-текте болып кетеді деген не случайность деген байлықты болмайды. Мен айтып едім бір кезде. Кездейсоқ байып кетем деген ақымақтың тірлігі болмайды. Не, байым деп шешім қабылдайсың, толыққан 100%. Или кедей болам дейсің, болды. Екі сөз. Бұл жерде екі таңдау бар. Толық жоқ десең, толық жоқ деп үйреніңдер. Я десең, толық я деп үйреніңдер. Түсіндір ма? Жоқ деп те айтамайым, я деп те айтамайым деп екі орталықта тұратындар, ол қыз текелер олар. Түсін бе? Олар дұрыс емес, бай боламайды. Осындай нәрсе менің атым. Или толық я де, или толық жоқ де. Бітті. Өмір солай. Біреу қинамайды сені, зорлап я дегізбеймін. Шаман келетін кезде өзің ішіңе қарасың, мен толық я деп айтам. Онда сода қалып қал. Толық жоқ деймін десең, толық жоқ деймін деп айтып қал. Зато біреулер тыныш болады. Реалдық таза болады. Түсіндің ба? Бұл өте маңызды нәрсе. Все. Бүгінгі әңгімеміз өшірден тамам дейін десем, біреулер кіріп атсындар ғой, тыпырлап. Бай болам. Болды, толық айтыңдар. Мен бай болам. Отырайын онда, жақсысы сен. Өтіп атыр. Толық я деп айты. Толық я мен бай болам. Толық сондай. Оны әдетке айналды. Бұл жаңа әдет. Екі битем деген болмайды. Екі орталықта бітуге болмайды. Менде де талай адамдар болады да, басын басып, я деп, күрсін төлейін деп, артын сиырғым шақтап, бүгінгі үшін ақша төлемей жүргендер бар. Мен білемін да, олардың бәрінде өмірінде бытшыт болып жатқанын, итак та түсінемін. Ол ақшаға жете алмай, ол сол өйткені оның санасында я деп алады да, ертең жоқ деймін дейді. Я десең, я деп до конца жүріңдер. Вот енді өзің ақша беру деген дейді. Я мен түсіндір деді аудақ. Оны түсіндіріп, күрсінбе келсең түсіндіремін. Әзіргі әңгімеміз бұл социальный сет, дәлелдеу неден жоқ, контрол жоқ, конкрет айттым. Бүгінгі айтқан әңгіменің басты мәселе, бүгінгі бағанадан бір айтқан басты миссия, сен до конца сенімді нық қадаммен алдыға жүру мәселесі. Бұл мотивация емес болды. Курс бағасы 50 мың теңге, чекелке жазасыңдар. Еңбек етсең ақша болады, қалғаны бәрі өтірік. Вот мінеки. Сен сол сөзінде қалып қала бер. Бұның ұстанымы сол. Егер Назигул 74-ші жылғы сияқты сол ұстанымды істесе, ол сол ұстанымды ұстау керек. Сөйтіп қайтеді, азап шегеді, құрбан болады. Короче, оның өзінің формуласы біраз өзі қартайған кезде, өмір біткен кезде айтады, атаң нәлет, бәрібір елдер баюға мүмкіндік бар екен, не үшін өзі мұрсат бермей жүрдім сол кезде деп кеш болады. Ол кезде өмір сенен баяғы жақта өтіп кетеді. Мен айтам, өмір көп адамдар 10 жыл, 20 жыл, әне 1 жылдан кейін байым, 2 жылдан байым деп жүріп тұр ғой. 10 жыл, 20 жылдан кейін сенен өмір өтіп кетеді. Сол кезде сенде өкініш болады. Өз кезінде тырыспағандығым үшін деп.
конкретный болыңдар, мінездерің бар ғой, шөткей болу керексіңдер. Сосын мынау интернет әлемінде түрлі ақпарат болған, интернет әлемінде дофига адамдар бар қазір. Неше түрлі аузында сөйлей алатын бәрі сөйлеп жатыр ғой қазір. Біреу ананы айтады, біреу мынаны айтады. Мен біреулерге айтамын, философтар не демейді? Философтар ғасырлап сөйлеген олар. О ғасыр философ. Олар конкретно точканы айтпай жатыр. Точка мынау. Или былай, или былай. Көп деген адамға көтеніне шапалақпен бір қоятын, көтіне бір тебетін адам керек. Сол жетіспейді көбіне. Соған бірақ ондайлар да бар азыр. Соны ұстанып алған су шашып еді. Олардың да өзі секіріп далада далбысалап қалды. Просто сендер өздеріңнің көтендерін өздерің теуіп, өздері шапалақтап кетесіңдер артынан. Сол деңгейге жетіп алсаңдар болған. Артық нәрсені дәлдеп, қинап болмайды ол. Жақсы, онда мен, короче, осы жерден тоқтатсам деп тұрмын. Қанша минут болды екен? YouTube-қа салған кезде мынау ұзарып кеткен. 46 минут болды. Бүгінгі әңгімені білдіңдер, шексіз тоқтамай, толка перу ғой, алдыға қарай жүріңдер. Соны үйрендір. Пока.